саламатсыздар ма? Ақтөбе көлік коммуникация және жаңа технология колледжінің теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару мамандығының арнайы пән оқытушысы Ахметова Ғайша Тұрмағанбетовна. Теміржол көлігінің қозғалысын ұйымдастыру пәнінен бүгінгі жаңа тақырыбымыз тәуліктік жоспар кестесі туралы жалпы мәлімет. Тапсырма. Бірінші, тәуліктік жоспар кестесіне анықтама беру. Екінші, кестеде қолданылатын техникалық құралдар. Үшінші, шартты белгілерін танып білу. Төртінші, қадам бойынша кестені салып үйрену. Сабақтың барысы. Ұйымдастыру кезеңі, өткен бөлімді қайталау, жаңа тақырыпты түсіндіру, жаңа тақырыпты бекіту және үйге тапсырма. Өткен тақырыптардан сергіту сұрақтары. Мына пойыздардың нөмірлерін табыңыз. Өңделусіз өтпелі, телімдік, құрама, тасымалдаушы пойыздары. Ойланып болсақ, жауабымыз: өңделусіз өтпелі пойыздар 2001-ден 2998-ге дейін, телімдік пойыздар 3001-ден 3398-ге дейін, құрама пойыздар 3401-ден 3498-ге дейін және тасымалдаушы пойыздары 3001-ден 3598-ге дейін. Парктегі жылжымалы құрам өңделуінің нормативтік уақытын, маневр жұмысы мен пойыздық операция ұзақтығын, маневр саны мен механизм құралдарын есептеп болғаннан кейін станция жұмысына кешенді талдау жасауға тиіс. Ол үшін тәуліктік жоспар кестесін жасап құрады. Тәуліктік жоспар кестесі дегеніміз не? Тәуліктік жоспар кестесі деп станция жұмысының графикалық бейнелеу түрін айтамыз. Яғни, пойыздарды қабылдау, паркте өңдеу және жөнелту жұмыстарының кескінін айтуға болады. Сонымен бірге, графикте жергілікті вагондарды өңдеуді, жүк орнында тиеу түсіру жұмыстарын, контейнерлер мен ұсақ жөнелтуді, сұрыптауды да бейнелеп көрсетеді. Тәуліктік жоспар графигін станция жұмысының және техникалық құралдарының негізгі нормаларын анықтау үшін пайдаланады. Алдыңғы жылдың орташа есебімен әрбір жыл сайын станцияның бір жылдық жұмыс қорытындысынан станция инженері пойыздармен, вагондармен орындалатын барлық жұмыстардың уақыт мөлшерімен есептей отырып, негізгі норманы анықтай алады. Сол қорытындыдан станциядағы техникалық құралдардың қолданыстағы тиімді саны анықталады. Техникалық құралдарға не жатады? Бірінші, сұрыптау құрылғылары, төбешік түрлері, тежеуіш түрлері. Екінші, сигнал беру, орталықтандыру және байланыс құралдары. Үшінші, маневр жұмыстарына маневр және пойыздық локомотивтер. Төртінші, жүк нүктесінде тиеп түсіру фронттары, бұрмалар, қылталары. Осы кестенің көлденең бөлігіндегі айтылған техникалық құралдарды телімдік станциядан ашып көрсететін болсақ, телімдік станция сызбасы. Ең бірінші, басты жолдар. Басты жолдар рим цифрымен белгіленеді. Бірінші және екінші. Парктер. Қабылдап жөнелту тақ паркі, қабылдап жөнелту жұп паркі. Үшінші жол, ол жолаушылар пойыздарын қабылдау жолдары. Тартымды жолдар тақ және жұп паркте. Және 10-шы жол, ол өту жолы. Локомотивтің локомотив шаруашылығына өту жолы. Жүк ауласы және кірме жолдар. Сұрыптау парктері, жолаушылар ғимараты және платформа. Тәуліктік жоспар келесідей тапсырмадан тұрады.
Бірінші, әрбір бағыттан қабылданатын өңдеулі өтпелі пойыздардың жалпы саны. Екінші, өз құрастырылуымен келген пойыздарды анықтап, әрбір бағытқа жоспарланған пойыздардың жалпы саны. Үшінші, жылжымалы құрамның түрі. Баратын бағыты көрсетілген бос вагондарды жөнелту тапсырмасы. Төртінші, құнды жүктерді ескере отырып тиеп түсірудің мөлшері. Бесінші, маршрутпен жөнелтілетін вагон саны. Және алтыншы, вагондарды жуу, цистерналарды булау, тоңазытқыш жылжымалы құрамды жабдықтау тапсырмасы. Шартты белгілерге келетін болсақ, жұмыс түрлері берілген сол жағында, шартты белгілері ортаңғысында және жалғасу уақыты. Әрбір жұмыстың қанша уақыт орындалатыны көрсетілген. Осы шартты белгілерді біздер алдағы уақытта тәуліктік жоспар кестесін құруға қолданамыз. Тәуліктік жоспар кестенің мақсаты станцияның барлық цехтарының жұмыстарын ұштастыра отыру, графикпен пойыздарды қабылдау, жөнелтумен, кірме жолдар жұмысымен, жеке парктер, жолдар мен маневр локомотив кестесімен ұштастыру, әртүрлі өңдеудегі вагондардың станцияда тұру уақытын анықтап үйлестіру, және тәуліктік жоспар кестесін құру кезінде пойыздарды жөнелтумен беру жұмыстарын реттеп, қолайсыздықты дұрыстап орындау, ол станцияның технологиялық процесін жетілдіріп, жұмыс көрсеткішін жақсартады. Кестеде тігінен және көлденеңнен сызықтармен нені анықтауға болады? Жоспар кестесін 24 сағатқа, яғни 1 тәулікке құрады. Алдарыңызда тәуліктік жоспар кестесі. Тігінен техникалық құрылғылары көрсетілген, яғни бағыттама бұрмалары, қабылдау жөнелту парктері, өту жолдары, тартымды жолдары, сұрыптау паркі, маневр локомотивтері. Ал көлденеңнен уақыт мөлшері. Жоспардың уақыт масштабында мыналарды бейнелейді. Бірінші, екі бағыттан қиылысатын станциялардан келетін пойыздардың қозғалыс кестесімен жүріп өтуі. Екінші, қабылдау паркінде тұруы, жылжымалы құрамды өңдеу және келесі операциялар күтіп тұруы. Үшінші, көп жұмыс орындалатын қабылдап жөнелту парк қылтасында, сұрыптау парк қылтасында, жергілікті вагондарды беру және алып кету жолында, жөнелту парк қылтасында, пойыздық және маневрлік қозғалыстар. Төртінші, жылжымалы құрамдардың жұмыс түрімен ажыратылуы және құрылғылардың бос еместігі. Бесінші, сұрыптау жолдарында жылжымалы құрамның аяқталу уақытының көрсетілуімен, вагондардың жинақталуы, құрастырудың аяқталуымен, құрамды шығару кезіндегі сұрыптау жолдарының бос еместігі. Алтыншы, тартымды жолдағы құрастыру жұмысы мен маневр локомотивінің жеке құрастыру жұмыстарын аяқтау уақытымен әрбір құрамды жөнелту паркіне апару. Жетінші, маневр локомотивтері мен жергілікті вагондарды беру және алып кету уақыты. Сегізінші, жүк орындарының жұмысы. Тоғызыншы, жөнелту паркінде пойыздардың тұруы және жөнелтуді күту уақыты. Оныншы, станцияға қиылысқан барлық бағытқа пойыздарды кесте бойынша жөнелту. Бұл уақыт мөлшерлерін алдағы уақытта кестеден көре аласыздар. Алдағы уақытта қадам бойынша кестені салып үйренейік. Бірінші қадам. Бізде кесте берілген. Кестенің жоғарғы бөлігі. Яғни жоғарғы бөлігінде көрсетіледі біздерге қиылысып жатқан станциялар. Бізде М станциясынан Н станциясына жүрісі. Яғни бірінші қадамымыз біздің алдыңғы станциядан осы біздің аталып отырған Н станциясына пойыздың жүрісі көрсетіледі. Жұп және тақ бағыттан. Іргелес қиылысып жатқан станцияларда пойыздар жүрісін кестеде көрсетілген.
яғни стрелка бойынша көріп отырсыздар. М станциясынан N станциясына немесе N станциясынан M станциясына жүрістер көрсетіліп отыр. М-нан N-ға жұп пойыздар, N-нан M-ға тақ пойыздар жүрісі. Келесі екінші қадамымыз. Бағыттама қылтасының және қабылдап жөнелту парктерінде өтпелі пойыздарды қабылдау кезіндегі бос еместігін көрсетеді. Мұқият қараймыз. Бізде қабылдау қылтасында пойыздардың бос еместігі көрсетілген қара түспен 5 минут, яғни шартты белгі бойынша 5 минутты құрайды. Осы қабылдау қылтасындағы бос еместік шартты белгіні біздер қабылдап жөнелту паркіндегі жолдарға жұп бағыттан келген пойыздарды біз жұп жолдарға қабылдаймыз. Алдарыңызда жұп бағыттан келген пойыздар бізде көрсетілген 2002, 2004, 2006, 2008 және 2010. Бұл пойыздар 15 минут ПТО-ПКО жұмыстарын орындап, локомотив бригадасы ауысып, өңделусіз өтетін пойыздар болып саналады. Тәуліктік жоспар кестесін құрастыру кезінде ескерту. Егер қандай да бір шартты белгі салынған болса, онда ол жол бос емес екендігін білдіреді. Және де ол белгінің үстіне екінші белгіні салуға болмайды. Өйткені станция кезекшісі әр уақытта пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін есте сақтау керек. Үшінші қадамымыз. Қабылдап жөнелту паркі және сұрыптау паркінде ажыратуға, өңдеуге түсетін пойыздарды қабылдау және тартымды жолда ажырату. Біздер өтпелі пойыздарды қабылдап жөнелттік. Енді станциядан өңделетін пойыздарды қабылдап ажырату жұмыстары орындалады. Көріп отырсыздар, 3102 пойыз. Біз М станциясынан N станциясына жұп өңделетін пойызды қабылдап отырмыз. Әрі қарай қабылдау қылтасында бос еместігін көрсетеміз. Қабылдап жөнелтудің жұп жолына әкеліп қоямыз. Әрі қарай локомотив ағытылып, локомотив шаруашылығына кетеді. Бұл өңделетін пойызды маневр локомотиві келіп, тартымды жолға тартады. Ескертетін нәрсе, тартымды жолда маневр локомотиві жұмыс істегендіктен, тартымды жол мен маневр локомотивін біздер кестеде параллель, яғни бірдей кескінмен белгілейміз. Және де бұл жұмыстар орындалу кезінде бағыттама бұрмасының бос еместік, яғни қылталарының бос еместігін белгілейміз. Төртінші қадам. Үшінші қадамда біздер өңделуге келген пойыздарды ажыратып, сұрыптау паркіне, яғни жолдарына қоямыз. Сұрыптау төбешігінде ажыратылған вагондарды жинақтаймыз. Суретте көрсетіліп отырғандай, бізде сұрыптау паркінде 4 жол бар. Осы 4 жолда өңделуге келген пойыздарды ажыраттық. Енді жинақтау орындалады. М және О станциясында учаскелік пойыздар жинақталады. Көк түспен белгілейміз. Ал НМ участығы және НО участығінде құрама пойыздар жинақталады. Өткен тақырыптарда учаскелік пойыздар 3001-ден 3398-ге дейін, ал құрама пойыздар 3401-ден 3498-ге дейін. М және О станцияларында біздер 3001-ден бастап жинаймыз. М станциясында бізде тақ учаскелік пойыздар жинақталады. Ал О станциясында жұп учаскелік пойыздар жинақталады. НМ участығында бізде тақ құрама пойыздар жинақталса, ал НО участығында тақ құрама пойыздар жинақталады. Бесінші қадам. Бесінші қадамда
маневр локомотивінің жұмысы, жергілікті вагондарды жұмыс орнына беру және оларды сұрыптау парк жолдарына қою. Суретте көріп отырғандай, бізде шартты белгілермен көрсетілген стрелкамен біздерде вагондарды жүк нүктелері, жүк ауласы немесе кірме жолға орналастыру шарты көрсетілген. Жергілікті вагондарды тиеп түсіру жұмысын көріп отырсыздар. Сары түспен белгіленген. Түсіреміз және қайтадан тиейміз. Тиеп болғаннан кейін ол вагондарды тартымды жолға жинақтаймыз. Кәсіби жауапкершілік темірдей тәртіп берілген тапсырманы нақты орындау. Маневр диспетчерінің бұйрығы бойынша жұмыс барысында байланыс регламентін ұмытпау қажет. 6-шы қадам. Құрастырылған құрамды жөнелту паркіне апарып қою, оларды өңдеу және жөнелту. Кестеде құрастырылған пойыздар көрсетілген және оларды бағытына қарай жөнелту. Осы бірнеше қадаммен салынған тәуліктік жоспар кестесінің толық нұсқасын көретін болсақ, осы тәуліктік кестеде 24 сағат ішінде қабылданған, жөнелтілген және өңделген пойыздар мен вагондарды анық көруге болады. Әрине, бұл жұмыстардың барлығын курстық жоба кезінде орындаймыз. Жаңа тақырыбымызды бекітейік. Ол үшін өз-өзімізді тексеру тренажерін орындаймыз. Бірінші, аталған техникалық құралдардың ішінде басты жолдар нешеу? 2 жол. Қабылдап жөнелту парктері неше жолдан тұрады? Әрбір парк 3 жолдан тұрады. Келесі сұрақ. Сұрыптау паркі неше жолдан тұрады? 4 жолдан. 4-ші сұрақ. Тартымды жол нешеу? 2 тартымды жол бар. Яғни тақ және жұп паркте. 5-ші сұрақ. Жолаушы пойызына арналған жол. 3-ші жол. 6-шы соңғы сұрағымыз, өту жолы нешінші жол? Өту жолы 10-шы жол. Сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгін тәуліктік жоспар кестесімен және оны салу ретімен, тәртібімен таныстырма автор Боровиковадан теміржол көлігінде қозғалысты ұйымдастыру оқулығы бойынша мәтінді оқу. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.